Сәлеметсіздер ме, мені тыңдаушы гүлсейер қауым. Орхидея гүлі жыл бойы гүлдеп тұру үшін оны дұрыс суарудың маңызы зор. Менде сары түсті гүлі бар орхидея өсіп тұр үйде. Бұл гүлді 4 жыл бұрын келінім Наурыз мейрамына гүлдеп тұрған кезінде сыйға тартқан болатын. 4 жыл бойы жылына бір рет қана гүлдеп келді. Өзім де ойлайтынмын, солай болуға тиісті шығар деп. Биыл да мамыр айында түйін тастап, маусым айында гүлдері бірінен соң бірі шыға бастады. Сол айдың соңына дейін 2 бұтаққа шыққан 8 түйін 8 гүл ашты. Қазір қазан айының ортасы. Сол гүлдер міне бүгінге дейін 4 айға жуық гүл ашып тұрды. 1 апта болды, гүлдері солып түсе бастады. Бүгін сөйтіп бір ғана талы қалды. Гүлдер солып түсе бастағанда қабаттасып жаңа түйіндерде қалмай шығып келеді. Сондықтан орхидея гүлімнің осындай керемет жаңалықтарын сіздермен бөлісу үшін осы видеоны түсіруге тура келді. Өйткені бүгін бір тал гүлі бар кезде түсірмесем, гүлі түспей жатып, бүршік түйіндеген деп қалай дәлелдемекпін сіздерге. Сенбеулеріңіз де мүмкін. Дұрыс емес пе? Міне, гүл түсіп бітпестен бірнеше түйін салып үлгерді. Тіпті биыл гүл шықпаған 2 бұтағы да бар еді. Оларға да түйін шығып келеді. Тамаша нәтиже емес пе? Айтыңыздаршы. Сонымен орхидея гүлі жыл бойы гүлдеп тұру үшін не істеу керек? Соны айтайын. Күнделікті тағамға қолданып жүрген кәдімгі сарымсақ бар емес пе? Соның чеснок. Соның тамаққа қолданғаннан қалған қабығын қоқысқа тастамай, 1 литр суға 1 күн салып қойып, ертесіне сол сумен орхидеяны суару керек. Суарар алдында гүл ыдысы сиятындай ыдысқа орхидеяны салып, горшогымен, содан кейін үстінен сарымсақты суды құйып суару керек. Сонда орхидея тамырлары суды жақсы сіңіріп алады. Және арасындағы ағаш қабақтары да суды жақсы сіңіріп, орхидеяның ылғалдылығын бір қалыпты сақтап тұрады. Міне, бар құпия осында. Орхидея гүлі ұзақ сақталады. Және гүлдеп болмай жатып, қайта жаңа гүлдер шығу үшін бүршік ата бастайды. Сөйтіп, орхидея жылына 2-3 рет гүлдеп, үй ішінің сәнін келтіреді, әрі үй ішіндегілерге көтеріңкі көңіл күй сыйлап тұрады. Орхидея гүлімнің келесі өзгерістерін тағы да сіздерге түсіріп саламын. Сау саламатта болыңыздар.